Жыл басынан бері республикалық бюджеттен халықты әлеуметтік қолдау мақсатында 4,5 миллион зейнетақы және жәрдемақы алушыға төлеу үшін 5,3 триллион теңге бағытталды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төмен мөлшері 65%-ға дейін, ал ең жоғары мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 105%-ға дейін арттырылды. Болашақта қазіргі жас буын азаматтарын лайықты зейнетақымен қамтамасыз ету үшін жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары кезең-кезеңімен енгізіліп жатыр. Бұл жарналар қазірдің өзінде 4,3 миллионнан астам жұмыскердің пайдасына аударылды. Жұмыспен қамту шараларының арқасында жұмыссыздық деңгейі 4,6%-ға дейін төмендеді. Жыл басынан бері 845 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тағы 315 мыңнан астам қазақстандық оқыту және кәсіби бағдарлау арқылы қосымша қолдауға ие болды. Жұмыспен қамту саласын тиімді дамыту үшін жаңа цифрлық шешімдер енгізілді. Атап айтқанда, Мансап компасы платформасы мектеп түлектеріне мамандық таңдауға және болашақ мансабын жоспарлауға көмектеседі. Электрондық еңбек биржасындағы жаңа функционалдың көмегімен студенттер өндірістік тәжірибеден өтетін орынды таба алады. Ал жобалардың инновациялық навигаторы 755 инвестициялық жобаға мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. Оның шеңберінде 150 мың жұмыс орнын құру жоспарланған. Зиянды еңбек жағдайларында ұзақ уақыт жұмыс істейтін адамдар үшін әлеуметтік қорғау шаралары күшейтілді. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша арнайы әлеуметтік төлем енгізіліп, қазіргі уақытта бұл көмек 13 мыңнан астам адамға тағайындалды. Сондай-ақ платформалық жұмыспен қамту саласында еңбек ететін азаматтарға әлеуметтік кепілдіктер беру мақсатында заңнамаға өзгерістер енгізілді. Жылдың тағы бір маңызды жаңалығы еңбек инспекциясының министрлік қарамағына берілуі болды. Енді мемлекеттік еңбек инспекциясы комитеті мен оның аумақтық бөлімшелері еңбек заңнамасын сақтау бойынша тәуелсіз және тікелей бақылау жүргізеді. Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттану деңгейін төмендету үшін кәсіпорындарда кәсіптік тәуекелдерді бағалаудың жаңа жүйесі енгізілді. Нақты уақыт режимінде еңбек жағдайларын бақылау үшін кәсіпорындардың цифрлық картасы іске қосылды. Жұмыс берушілердің еңбек заңнамасын бұзуына жол бермеу мақсатында еңбек тәуекелдерінің цифрлық картасы енгізілді. Оның шеңберінде 92 мыңнан астам кәсіпорынға мониторинг жүргізіледі. Осы жылдың 11 айында республика кәсіпорындарындағы өндірістік жарақаттану деңгейі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,7%-ға төмендеді. Биыл Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымға республикамыз ратификациялаған мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны орындау жөніндегі есебін сәтті тапсырды. Мүгедектігі бар адамдарға арналған әлеуметтік қызмет көрсету жүйесі жаңғыртылып, қызмет көрсету орталықтары цифрландырылды. 4 өңірде балаларға қымбат техникалық оңалту құралдарын ұсынатын пилоттық жоба іске қосылды. Сонымен қатар 22 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар азаматтарға бейімделді. 2030 жылға дейінгі инклюзивті саясат тұжырымдамасы әзірленді. Оның басты мақсаты мүгедектікке қатысты әлеуметтік құқық қорғау моделіне көшу. Қоныс аударушылар мен қандастарды қолдау шаралары да кеңейтілді. Осы жылы жаңа орынға бейімделу бойынша қызметтермен 12 мыңға жуық адам қамтылды. Қоныс аударушылар мен қандастарды қолдау шаралары да кеңейтілді. Осы жылы жаңа орынға бейімделу бойынша қызметтермен 12 мыңға жуық адам қамтылды. Қоныс аударушылардың ауыл шаруашылығы жерлерін 5 жылға дейін жалға алу құқығы мен әлеуметтік көмек шоттарына тыйым салу шаралары заңмен бекітілді. Шетелде жұмыс істейтін қазақстандықтардың құқықтарын қорғау шаралары күшейтілді. Осы жылы Қатар мемлекетімен екі жақты келісімге қол қойылды.
Біз жылды осындай жетістіктермен қорытындылап отырмыз. 2025 жыл одан да мол табыстар мен игі бастамаларға толы болсын.